Барлық әлем нунакунан сәлем достар. Бүгін мен дейтін, қандай стоп кадр болып қалғанын қарашы. Бүгін мен дейтін эгоист болмай құрсын, өзімді қарай бермей, басқа ютуберлерді қарауды шештім. Ну реально гениально. Басқа ютуберлерді қарайтын реакция істейтін адам жоқ қазақ ютубында. Сол үшін мен алғашқы болайын деп шештім. Бүгін бізде Нұрлан Қалам дәм сезгіштер. Прикиньте, Нұрлан Қалам менсіз дәм сезгіштер түсірді. Это уже больно. Бұл выпускта уже Зыха Бақытжан и Пазл әділ. Кеттік, қарайық, маған қызық болып тұр. Барлығына сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан Қалам және мен сәлем. Пазл, әділ, Бақытжан. Мынау выпуск қызық болады сияқты бар ғой, кажется, бля. Баха бар выпускта бәрі қызық болады что-то бар ғой. Ренжіме, брат. Қалды бір жай. Қалай жағдай, Нұрлан? Бәріне ассалаумағалейкум, сіздер, мен Жақшылық Бақытжан. Жақшылық. Я достар, бүгін бізде үшеумізде коллаб. Оның алдында сіздер көрген біз Бақытжан арнасында Darknet'тен посылка ашқан болатынбыз. Ол видеоны көріп кетіңіздер. Сілтемесін описаниеда көлдірем. Міне үзіндісін көріңіздер. Давай делай, братан. Мен ауызын ұстап тұрмын ба? Но видеоны до конца көре алмай қалдым. Ема жүрегім айып кетті менің. Қызық ба? Тема шықты ма? Көреміз. Ал осымен достар, видеоны бастайық. Бүгін бізде дәм сүзгіштер ерекше. Достар, мен көп пауза қойып отырамын. Енді реакция болған соң просто бүйтіп қарап отырмаймын ғой. Мен өз ойымды айтып отырамын, реакция болған соң. Сол үшін кеттік, давай. Қонақтармен Бақытжан және Пазл. Достар, бізде Пазлмен ешқашан бірге видео болған жоқ. Оның арнасында болды. Естерінде болса, біз анда не жеп едік біз? Әлемдегі ең ащы бұрышты жеді. Әлемдегі ең ащы бұрышты жедік. Мен ұрып қалуға сөйтіп қалдым, бірақ тірі қалдым. Иә, екеуміз де жедік. Екеуміз де бұның подопытный кроликтері болдық. Сымыр болып отыр ғой жеге. Короче, достар, нормально. Бүгін енді кәм ондай. Енді Нұрлан базар жоқ, прям андай активный болып кетіпсің ғой. Андай монтажың күшті болып кетті сенің. Четкий андай. Интригующий, напряжающий. Қиналмаймыз, бүгін кайф болады деген ойдамын. Достар, астарыңызды алып келіңіздер, шайларыңызды алып келіп, жақсы етіп жайға салыңыздар, тамақтарыңызды алып келіңіздер. Өйткені біз бүгін тоже тамақ жейміз. Конкретно бізде барлығы бар. Неден бастасақ болады жеге? Что там, мұнда пиццалар көп сияқты. Лайк басып жүрін айтпақшы достар. Каналға да жазылып қойыңыздар. Үшеуміздің Бастым, бұрында бастым. Ссылкалар бәрі төменде болады. Тоқтаңдаршы достар, кішігірім пауза. Так, реклама. Жоқ, не надо. Еба, Айшуақпен түсірген еще рекламаны. Айшуақ, надеюсь, ты получил дополнительную плату деп қойды. Татын былай болды. Әрбір компаниядан бір пицца алдық біз. Әрбір рестораннан, мысалы, Додо пицца, Папа Джонс, наша пицца дейді достар, ондай жүрді. Білмеймін не екен. Менде бір шесть отыр. Достар, бауырдақтың пиццасы бар, достар, қазымен. Ойлап қараңыз, достар, қазақша пицца жейтін боламыз. Пицца итальяно дейтін бар. Мұнда луизианский пицца бар. Мұнда... Что ты делаешь, Паха? Қазір көреміз, достар, қызық бат деген ойдам. Менің ойымша, давайте классикадан барайық. Давай. Папа Джонспен Додо пиццадан Эх, әділ братан, әділді көрмегілі көп болды негізі бар. Сағанды мен, әділді. Батядан бастаймыз, достар. Ал, сіздерге үйсті ашып жіберейік па? Оп! Ойбай, оқсын мен реакциям көріп. Короче, достар, мына пицца барбекю сияқты соған қарағанда. Курица ма? Барбекю ма? Барбекю пицца жігіттер аламыз. Давай. Папа Джонс кайф маған ұнайды негізі. Өзінің Папа Джонстың ұнайтыны маған бөлек соусы болады, бір андай бір какой-то бір чесночный или сырный, я не знаю. Моцарелла. Я не знаю, бір соусы болады. Қасына қосып береді, и бір үлкен андай не болады, перчик салып береді Папа Джонста. Кайфпен жейсің ғой. Додомен по идее разницасы жоқ қатты, или бар ма? Оценки береміз, содан кейін қазір екеуін де жедім. Ощущенияларды маған ұнайды Папа Джонс. Бисмилля. Ажы. Бә, достар, осы дәмісті көрсе саңып қалдым, достар, осы тамақ жегенге не жетсін? Кайф қо. Асымер болып жатыр, достар. Қысқасын айт. Нұрлан, мен, Қалдым, достар, осы тамақ жегенге не жетсін? Кайф қо. Асымер болып жатыр, достар. Қысқасын айтқанда асымер. Отсылка на меня. Нұрлан, ема Алматыға барғанда мені шақыршы тағы дәм сезгіштерге. Блин, я просто жрать хочу с вами тоже. Мына жерде лук кішкене нефтемі болып тұр. Лук па? Иә, сондай бар я. Мен особо лук ұнатпаймын тоже. Жоқ, мен лукты ұнатамын да, достар. Просто конкретно пиццада лук. Білмеймін, соңғы кезде мен лукты жақтыртпайды болдым шыны керек. Лук, білмеймін, ұнайтты кезінде, бірақ қазір что-то ұнатпай қалдым мен что-то. Ауыз сасып кетті ма соның кесірінен. Пісірген лук бір түрлі айтын. Басында мен гавайский пицца деп ойлап қалғым. Оказывается, анау
ананас емес лук екен ғой. Короче, біздер пока что жақсы жеп жатырық, аппетитпен жеп жатырық. Өйткені бұл бірінші пицца. Иә, соңғы қарата сендер жүректерін айып бастайды по-любому. Мен сондай болады по-любому дәп істегештерде. Ешен Нұрлан айтқан ғой бізге аш болып келіңдер жеуге. Аш болып келмесең болмайтын да. Пиццаларды көрсетеді ғой. Бақытжан екеуміз дәрмен келдік. Ана мен смектамен. Корочкасын жемейсің бе сен? Корочкасын Галочканы қалдырып қоймын всегда. қойшы, мен түсінбеймін сондай адамдарды. Натуре. Неге корочкамен бәрімен жеп тастау керек қой, дым қалдырмай. Пиццаның корочкасын қалдыру дейтін не ол? Кім пиццаның корочкасын до конца жейді? Комментарий жазып кетіңдер. Мен шыны Екеуін де жемейсіңдер ма не? сен корочка жейсің ба не? Жоқ, мен наоборот осуждаю, оны жеу керек. Жеу керек. Осуждаю, ол жеу керек деп. Сен жеп Жеп қоямын да. Жеген жоқ мен. Ладно, жеп қоямын. Сүйеу керек. Қатысы жоқ адамды осуждать етіп тастадық қой. Сол ғой, Жейсіңдер ма жігіттер? Давайте көріп шықтық. Иә. Келесі пиццаға кеттік. Онда біз бұнда қоя тұрайық та. Дадам, кола дейтін бізде бар, достар, нормально. Бізде бәрі бар. Біз коланы, пепсині, стаканын ішеміз. Алып қойық ал. Осуждаю. Пиво құйып қандай құйып. Ал достар, біз кішкене енді пицца жедік қой енді. Өткізу керек ішке, сол себепті осындай. Дұрыс, иә. Автоматик пазл лайфтақ сияқты бағаны бет берейін деп жатырмын. Ну-ка, давай. Берсей баға. Ну-ка. Біз былай берем. 5 қойды, да? Негізі нормально, просто осы жерде лук ұнамады маған. 5 из 10 ма? Мияқта сандармен беру керек. Короче, достар, Папа Джонс туралы вообще не ойлайсыңдар. Вообще мен барасынан, жиі барасынан Папа Джонсқа. Мен мысалы редко барам тоже. Мен үшін Папа Джонс андай бір қымбат пицца да еще. Ну, типа Додо пицца қарағанда қымбат. Додо пицца мен көп бардым, Папа Джонс. Бір рет бардым мен тек. Дейленмен бірге бардым. Еще мен одан заказ бердім, Папа Джонстан, вольт арқылы деп қойсаңда. Сол. Папа Джонс. 3 жарым сияқты қателеспесем. Примерно 6-7 мыңға шығады сол Папа Джонстан тамақ ішсем. Но мен точно примерно білем ценаларын қатты 4 мыңға шыққан шығар, доставка бәрімен. А мен вообще бар көрген жоқпын. Короче, достар, Папа Джонсқа мен дейтін өз басым бір негізі дәмді, нормально, типа жаман деп айта алмаймын. Бір 7 балл берем, 7-тен 10. Иә, енді бармаймын. Мен 8 берем. Қанша балл бересің? Жемей-ақ балл беріп отыр дейсің ғой. Маңайын берем. Мен 5 берем. 5? Там мне понравился только она барбекю. Барбекю. Все, басқа ештеңкесін ұнамайды. Сосы ма сонда? Иә, соус кайф, барбекю негізі. Все онда. Кім барбекю сосын жақсы көреді? Лайк басыңдар. Жақсы, келесі бізде буде Додо пицца. Бәріңіз білетін пицца, достар. Менің ең сүйікті пиццаларым. Додо пицца мене рекламаландыршы. Давайте, достар, ашайық. Бақытжан бетіне. Ема, не отыр анау пицца? Оттым ғой, мен бетін жапсайын мен бетемді. Не отыр анау пицца? Достар, короче, Уже ролик басталмай жеп қойдыңдар ма? бізде нағарада, достар. Зәт анау. Не айтамын, біз превью жасадық видеоға сол. Соған ба? Сол үшін алдық, достар. Қалған пиццаларын біреуін де ашпадық. Айбет пиццасы да, достар. Біз Додо пиццаны и так күн сайын жейміз. Жақсы ал, жей ал. Жоқ, айбитемен. Не мынау анау? Что за непрофессионализм? Мынау дейтін пицца Маргарита. Банағысы барбекю, но Маргарита. Маргарита. Додо пицца туралы мен тек жақсы нәрсе айта аламын. Бірақ енді арасында болады Додо пиццадан де. Басқа варианттар ұнамайды. Пепперони нормальный, Маргарита нормальный. Сосын И Додо деген тема. яғни тауықпен бар емес, тауық курица бірдеңемен. Осы Папа Джонс пен Додо пицца всегда враждуют друг с другом жағында. Ол екеуі конкурент қой жесткий тұрған. Сол короче. Ананас? Курица, сыр ма, сондай бірдеңке. Пицца ананас пен вообще жеп көрген жоқ, мен жемеймін. Жеңілмейді. Кеттім да, мен қуамын әші. Соус бар ма Додо? Бет саласың. Серьезно? Вообще никогда в жизни бізде бар үй жағында. Никогда в жизни көрген жоқ. Додода бар ма не ол тема соуспен дейтін? Мен білмеймін. Додода көрген жоқ. Күн тема кетті негізі. Мен балам тек қана Додо пиццамен қоректенеді. Басқа ештеңе жемейді честно. Ең бақытты бала. Ну это классический ғой былай айтатын болсақ. Пиццалардың арасында самый популярный ғой деймін. Пиццаларды ба жейсің ғой. Бірақ Додода ұнағаны олардың тестасы үлкен болады да, сосын андай прям ұнайды ма? Тестасы ұнайды ма? Тестасы пицца жеңіл тіпті шыны керек. Бірақ мен потому что таңертең заказ бердім. Қазір уже біз түсте түсіріп жатырмық. Суық қалды сәл. Бірақ нормально. Достар комментарийге жаза кетіңізші. Мектептің пиццасына ештеңке жетпейді деп. Мынандай пицца бар. Ема, кайф. Мектептің пиццасы емес.
мектептен пирожки самса жейтін, ол даладағы бір магазиндегі бұрында магазин құтты лавочка магазиндер бар емес, сол жақта пицца жейтін едім мен. Алып кайф қой, томатный соусы бе, бақан түрі согласен болып тұру, короче, түрін қарашы. Түрі кайф қой бақан. Бля, мимикасын жақсы білдірте алады бақа бар. Мектептің пиццасы легенда ғой енді. Ол енді басқа пицца болмағасын сол ең күшті пицца болады ғой енді. Дода пиццаға мен шедевр деп айта алмаймын тоже. Басқа пицца дегенде маманың пиццасы ұнайды еді маған бар. Маманың үйдегі пісірген пиццасы енді духовкада. Обожаю, бля. Ештеңке артық емес, ештеңке емес, пицца как пицца, достар. Это база. Это база. Это база, достар. Давайте 10 балл берген тұтқан жоқ, шынын керек. Может, там, маған маргарит емес, по идее, пепперони больше ұнайды. Поэтому бұған мен 9 қоям. Ну, пепперони ғой. Жоқ, маргарита ғой. Жоқ, маргарита это... А, ту, ёбаный сыр, бля. Тоқта. Ай, бля. Сука, еба. Бля, бақаның күлкісі деп прикол ғой, еба. Короче, бля, мен там помидорды... Бақа, қалай күлесің сен солай, маған да үйретші, еба. Отырмын ғой. Миымда пепперони деп тұр менде, бірақ аузым маргарита деп айтып тұр. Реально, Достар, короче, керісінше, короче. В общем, 9 балл беремін. 9 балл беремін. Уже 9-да. Достар, мен 8 беремін. Жоқ, мен бана итак 9 дедім. Итак 9. Жоқ, мен тек ол үшін емес. Додо пицца жақсы ғой бай. Бірақ мен ойымша одан да әдемі пиццалар бар сияқты. Мен бір жерлерде жеген бар, ноунеймске жерлерде. Сондай жерлерде болған одан да дәмдірек пиццалар. Сол себепті 9 балл береміз Додо пиццаға. Мен бұрында любой жерден пицца әкелемін, жіберем. Пицца! Жеп көрмейсің ол кезде, вообще фастфуд дейтін нәрсе жемейсің ол кішкентай кезінде. Үйдегі тамақта жіберген соң енді что-то новое хочется пробовать. И даладан бір пицца келеді, бір қалдық болсын. Это пицца, американское блюдо деп жеп мәз боласың ғой. Ё-май, кайф. Сен? Мен 8 беремін. Жеді. Еті ма? Давай. Енді Сулейфа кім таңдайды пиццаны? О, Кеттік конкретно. а то мен таңдағым келіп тұрған бір пицца бар. Сулейфа. Мен таңдамаймын, достар. Есть цель, не вижу преград қой мынау бақа дейтін. Мынау. Әділ таңдайды. Ладно. Мен таңдаймын. Мынау. Ма. Достар, Қазы. бұл қызық пицца кәдімгідей. Саңыз қазы деп. Удали. Достар, жоқ, удали емес, болды все, достар. Бізде нарезка дейтін нәрсе жоқ, біз нарезка неке білмейміз. Короче, достар, пицца қазымен, бауырдақтан, заказ бердік, бауырдақ білет шығарсыздар, как фастфуд. Ема Ақтауда бауырдақ жоқ қой, ё-май, бұрында бар еді, қазір жоқ что-то. Алматыға барып бауырдаққа барамын ойлаймын мен. Ойбай, несі бар екен оның? Фальгасы бар екен ғой. Блин, достар, енді бір эстетский ғой, слишком. Бірандай. Барандай, Выглядит классно. Қараңдар, достар. Қазымен, ойлап қараңдаршы, пицца қазымен. кайф. Қазымен. Жегім кетті ғой, еба. Қане иісің? Бәні майлы сияқты жестко, да? На кусокты мен жеймін. Сразу дейсің ғой. Алайық па? Бір штуктан. Все, алдым, достар. Қайсын алғың келді, Қазымен. Бақытжан? Мынаны ма? Мынаны, иә. Давай саған алып берейін. Ой, рахмет, Адали, ты такой мил. Айтпақшы бізде свидание болу керек қой. Екеумізде? Есіңде Че? ма? Мынанша лайк жинайды, свиданиеға барам. Что за свидание, ебать? Ой, бой. Блин. Ну-ка. Шпаратырмын жемеш. Жай, мен, достар. Что-то жеңіп тұрған жоқпын мен. Мен жесам. Кетім десе. Жасақ кетті көзімнен, соншалықты дәмді бро. Дәмді? Иә. Блин, маған ұнап тұрған жоқ что-то. Валахи де шалдық қоз. Мен даже... Өтірік сиятсың ғой. Жо. Аллах айтам. Бәсе. Өте оңай. Ұнап тұр ма? Да, пицца қазымен, мне кажется, сочетание очень странный сияқты. Ләм, Нұрлан қашан қарабайым, Нұрлан бар ғой, жесткий критик бар ғой, білмеймін. Любой нәрсе жақтыртпайды ғой Нұрлан. Бірдеңеге барамыз, бәрімізге ұнайды. Ема! Или кино қараймыз, еба жесткий фильм да, Нұрлан тұрады. Не зацепило меня. Білмеймін, какой-то бір андай средний баға айтып тастайды, 7 или 8. Вон айтып көрген естіген жоқ Нұрлан бар ғой, ё-моё. Или нормально ма сендерге? Нұрлан, угодить сложно. Сыр мен қазыма ұнап жатыр, честно. Азар жоқ. Еще тесто өте жұмсақ. Жаңа кім жасап отырсың ғой?
не айтасыңдар ал жеге пицца қазымен. Тұрғалдар, бля, ты че, брат? Бля, достар, болмай. Новый түр болып жатыр. Не мынау достар? Баха достар показал возможности. Баха еркелеп отыр ғой, бля, пиццаға мәз болып отыр ғой. Конкретно маған ұнады. Офигеть, брат. Достар, бұларға пицца қазымен ұнады. Мен білмеймін, мен қазы ұнатамын, базар жоқ. Бірақ вот қазір мен андай пиццаны жеп отқан кезде қазы вообще прям андай қабылдай алмайды сияқты. Андай екі түрлі нәрсе да. Либо сен қазы жейсің, там бауырсақ. Қазақ емес. Комментарияға хэштег қазақ емес деп жазды. Короче, достар, білмеймін, мен мынаған 4 балл беремін. Типа, тестосы де майлы сияқты да. 4 балл? 4 балл. Білмеймін, мен бауырдақтың достар. Бургерін ұнатам. Ебать, дешеш? Бургер ұнатам. Бля, бургер кайф қой бауырдақтың. Охуенный ғой. Еще андай огурчик беріп қояды ғой. ПНГ-сын қайдан таптың Нұрлан? Ебать, мынаның. Натуре ПНГ-сы ғой мына бауырдақтың. Ұнайды. Бәрі ұнайды менде бауырдақта, бірақ пицца қазымен Бағасы қанша? такси. Ну, дефолт, конечно. Дефолт. Нормально бағасы? Нұрлан ғана бермейді ғой. 3,5 тоже. Жоқ, нормально. Но хотелось бы, чтобы қазылар көбірек болса, бір пиццаның кусочегінде вообще. Бля, дешеш? Әр кусочекқа бүйтіп салған енді бір түрлі сияқты, мне кажется, как будто эконом сияқты бір. Ол пиццаның бағасы еще қымбат болады ғой. Мен просто, это не мое, достар. Это не мое. Бәлкім біреуге ұнайтын шығар. Мен 9 берем, достар. Маған өте қатты ұнады. 100 беріп жатыр, достар, 100 беріп жатыр. Жоқ, достар, маған ойлап қалмаңыздар, мен бір қазы ұнатпайды. Бірде қазы ұнайды маған, мен қазы. Просто мен пиццамен андай миыма вообще келістіре алмаймын да оны. Мен организм прям просто андай бүйтіп. Жоқ, вообще принимать етпей жатыр. Сочетание с... Сочетание не істемей жатыр. Жақсы, біз мынаны аламыз. Да, алып кетіңдерші онда мынаны. Үйге ма? Өстен. Я заберу. Короче, достар, бұларға ұнады пицца қазымен. Жалғастыра береміз. Кеттік қарайық, қандай пицца бар екен. Давайте ең қымбат пиццаны көрейік. Опа, давай. Бұл сіздерге қызықты болады деп ойлаймын. Бұл пицца 6200 теңге тұрады. Воу, Мен ебать. осы пиццаны бұрындан жегім келді достар. Да хрена ғой мынау слишком. TikTok'та мен қамындай барғым келді сол ресторанға. Сол пиццаны заказ бергім келді. Мақтай береді сол пиццаны. Бля, білмеймін, мен көрген жоқ, естіген жоқ, қандай пицца. Осы пицца ғой міне. Чикаго пицца дейтін. Кәдімгі Чикагодан келген. Короче, мен естігенім бойынша, сол Чикаго Бля, бару керек онда маған жеу керек. қаласында бір адам жұмыс жасаған, опыт алған, пиццерияда жұмыс жасаған, опыт алған, Қазақстанға келіп ашқан, короче, сол нені. Так что, достар, Чикаго пиццаны көреміз ал. Вау! Чё, шоколад? Вот. Шоколад болып көрініп қалды андай. Сладкий пицца бар емес па? Еба, кайф па что-то? Андай несі. Налдейді несі. Короче, көріп тұрады душе саланы. Это, достар, қарандар, Чикаго пицца. Көреміз ал. Мынаны мен Ащы емес па мынау? естігенім бойынша мақтайтыны неге айтайын ба бұның ерекшелігі? Бұның тестісі үлкен болады. Өздеріңіз көріп отқан шығарсыздар. Мына слойын қараңдаршы үлкен. Видеодан үлкен, қалың мынандай. Хотя нет, қатты қалың емес екен. Мен басқа варианттар бар оларда. Одан да үлкен. Ал достар, Я қалың деп қоямын еще мен. Жоқ, қалыңдар нормально ғой қалыңдағы. Чикаго пиццаны көреміз ал. О май гад. Бахов жился роль. Мынау 10 болайын деп тұр еді. Мынау 10 болайын деп тұр, реально айтайын. Өтірік негізі, Нұрлан қалап өтірік қой тезі. Өтірік арзан бағада пицца алып қымбат қалды деп, 10 болайын тұр деп айтса да. Мұнда бір ашылық бар да, байқайсыздар ма? Бәсе, ана ашы екен білдім. Бұрыш бар бір. Бұрыш Мексиканский емес па, случайно? Тұзы, бұрышы бәрі идеальный пропорцияда, бірақ перец чуть-чуть басым болып тұр. Негізі Сонда пицца ұнайды ма? Ашы болған. қатты ұнамайды негізі андай бір әртүрлі нелер болады ғой, специялар салады. Мұнда прям перенасыщенность әртүрлі нелермен. Көрініп тұр ма? Қап-қара бұрыш. Дофига екен. Но маған ұнады. Маған да ұнап отыр. Жақсы пицца екен, достар. Бұның даже қандай екен білмеймін, бұл даже названиесі қандай бұның. Енді өз бағасына тұрады деп ойлайсың ба мысалы? Иә, смело тұрады. Кішкентай болса да өз бағасына классный, дәмі дерзкий екен. Достар, бұл пиццаның аты өте қиын, сол себепті мен телефон оқи салайын. Чикаго Junior с пастрами из индейки и утки. Ебать, не қылды анасы. Ебать. Сондай пицца, в общем, бұл пиццаның атауы. Негізі, любой бизнесте бір не ашпайсаң, мысалы, донерка ашасың, бәл бір самсахан ашасың, ба, бір не болсын, бір фирменный блюдо болу керек, который сенде ғана бар ол. Сенің атын, сол блюдоның аты ерекше болу керек басқалардан қарағанда. Просто пицца с маргаритой, пицца с пепперони деп атамау керек, ол вообще андай бір не болу керек андай.
бірдеңе junior деген сияқты да, андай бір өзгеше ат болу керек. Какой-то, например, Санта Ленто пицца деп айтып қойсам, мен әдемі болып өтіп кететін сияқты, мне кажется, осыны пиццерия ашып қойсам. Дәмі жақсы, маған ұнап жатыр. Мен бұл пиццаға даже қанша қоятын примерно білем. Давайте бұл пиццаға мен 7 балл берейін. Тоже жақсы пицца. Ой, бля, Нұрлан, сен 7-мен 8-не шықпадың ғой, бля. Тұр, саған? 7 балл ма? 7 балл. Мен 10 қоям. 10? Прям Жоқ, маған да білмеймін, мен андай көп нәрсе болса ұнатпаймын. Маған типа андай простенький нәрсе керек. Тесто, там, пепперони, тесто, там, маргарита. Мен сондай простенький нәрсе ұнатамын. Сонда жасап берейікші Нұрланға. Көп та слишком. И соның кезінде мен андай біртүрлі, мен өз басым солай, мен өзім мнением. алсай ұялмай. Жоқ. Сол себепті достар 7 балл берем. Бірақ жақсы, мен алар едім по идее. Бірақ өз бағасында тұра ма? 6200 теңге. Сен тұрады дедің да? Мен тұрады. Қалай ойлайсың сен? Тұрады, брат. Маған наоборот анандай ұнайды. Ауызда разнообразный вкустар болады. Өзгереді. Мысалы, жеп жатқан кезде сразу ашлықты сезбейсің. Маған ұнайды сондай андай. Білмеймін, әртүрлі дәмдер шығады ғой. После вкусия деп болады ғой, еще сондай. Чувствуешь прям андай әрбір ингредиент дәмін. Сондай пиццалар вообще. Сондай тамақ ұнайды маған. Алдымен такой соленый, приятный, пряностьтер сезесің де. Меломан сияқты ғой, кажется, әділ да, мен не меломанмын деп па. Одан кейін прям острота күшті шықты. Маған ұнады. 10 балл. 10 балл қойған адам бар, достар. Жақсы, достар. Әдемі кетті мынау. Дакан шемей қойшы. Кішкене орын қалдырайық, достар. Келесі пиццаларға сол себепті. Бізде әлі көп. Бізде көп екен. Достар, мен ойлап едім ғой, одан да көп заказ берейін ба деп. Жақсы болып бермеген. Достар, бана біз ең күшті пиццаны жедік. Ал қазір ең жаманы деп айтқым келіп тұр. Не себепті екенін білесіздер ме? Өйткені бүгін мен заказ бердім, достар. Бұл халал слайстың пиццасы. Ема, білдім жаман пиццаны халал слайс дейтін. Еба, до такой степени халал слайс не есіп кетті, сонша жаман болатындай. Білмеймін, кезінде халал слайс ашылғанда, бля, достарымызбен барып, ебать, $1 пицца үлкен беріледі деп, бля, мәз болып бараттық. Дәмі кайф болды ол халал слайстың. Дата ол, неге халал слайс құлап кетті? Қараңыздар, коробкада дым түсініксіз. Қандай компаниядан заказ бергенін қараңдар. Даже оларда Натуре ма, халал слайс осылай болып кетті ма енді атауы? коробкалер. Бля, коробкасы бар еді олардың. Андай аппақ, сары заттармен, отбасымен жүрген заттар. Чё за фигня? Жоқ. Қаяқтан, сен точно халал слайсын заказ бердің? Жерінің жамандап отқан жоқпын халал слайсты. Мен ол жерде көптен бері тамақ ішемін, там арасында барам, өзімде алам. Маған пиццалар жалпы ұнап жүрді андай. Особенно андай кусочектар болады оларда. Бөлек кусочек. Бөлек кусочектар маған ұнайды. Бірақ мынандай түрлерін алмай қойыңыздар деп өзім совет бердім. 30 сантиметрлік халал слайс па? Білмеймін, ол зря они это сделали. Мне кажется, халал слайс зря делают вообще андай. Артық нәрселерді қосып, пицца кебаб дейтін нәрсе бар, еще оларда бар ғой, бұрында болған или қазір бар ма, жоқ па білмеймін. Но мне кажется, қалай ашылды солай тұру керек сияқты. $1 пицца ма? $1 пицца болу керек. Үлкен кусок па? Үлкен кусок. Артық нәрсе қойып керек емес, 30 сантиметрлік, которые люди не привыкли уже. Білмеймін, өзімнің ойымды айтып отырмын енді. Берем. Өздеріңіз білесіздер ғой енді жалпы. Халал слайс рекламалдар мен де сол кезде поменяю мнение свое. Короче, достар, ашайға. Қазір сіздер шок боласыздар. Вот бәрі күн, блять. О, достар, міне. Әне, свет кетті, достар, нормально. Ал, достар, қазір ашқанда прям шокта боласыздар. Көресіздер ме? Қайсы? Жарылып кеткен дейсің да, шешіз. Міне. Ебать! Ебать, в натуре осылай келді ма? Ема. Достар, чтобы вы понимали, біз іштен кестеген жоқпыз, өзі осылай келді. Короче, Ебать, қой мұны ой. Пожалуйста, Асхат Абу Мухаммад, қараңдаршы халал слайстарға, білмеймін. Мен жоқ болып едім Алматыда деп қойсаң. В натуре не мұны, еба, ұят қой мұны? достар, бұл пицца өзі осылай келді. Быч болып жатыр. Курьер бәрін бұсып саған, походу асыққан сияқты. Еще мен ұзақ күттім. Короче, маған бұлар ұзақ Бля, контроль качество керек қой. келді. И пиццаның түрін қараңыздар. Бұл халал слайсты пицца. Атымен атап тұр ғой, халал слайс. Ема. Атына сай болу керек қой негізі. Ешқандай халал. Жоқ, халал слайс мен ұнатамын мен негізі. Ұнайды маған халал слайс. Еще мен реклама жасап жүрдім халал слайсқа. Кайф болды маған ұнады. Хот-догтар ұнайды особенно маған бар, бірақ былай бүйтіп келген мен что-то бірінші рет көріп тұрмын осылай. Это что такое ана? Слайсқа енді жамандап жатқан жоқпын, достар. Жалпы енді болып тұрады, ондай мен түсінемін. Курьерлер асығады.
түйісіп қалуы мүмкін, біреуге соғысып қалуы мүмкін, пицца онша емес болып кетуі мүмкін да, мысалы. Ақшасын қайтарып берді, достар, маған осы пицца үшін сол себептен. болды онда, болды онда. Зачем предъявляешь вообще деп. Ше деген біткен жоқ. Бірақ дәмін көреміз ка, достар. Халас дос, мынандай болмаушы еді ғой негізі. Ал жеге көреміз бе? Батыр. Иә, мына жегің келмейді да. Достар, вот прикол в том, то, что мынандай вид Қарның ашса бәрін жейсің. пицца саған әкелсе, сен Қарның ашса сен боқта жейсің. да, и негізі шынына керек пиццаны андай бір әдемі қылдырып әкелу керек қой саған, бүйтіп жегің келіп тұратындай да. Сол себепті білмеймін, кәдімгі тоқтай жей аламын бұны. Жоқ, пицца дәл осылай әкелу керек деп. Түріне қарап уже бақа что-то уже тасташы деп жатқан сияқты, да? Тонкий слой бірдеңке. Қарашы, достар. Қоя салды. Ну не вообще? Вот, ну не вообще? Банағы пиццалармен салыстыратын болсақ, түсіп қалды. Вот, қарашы, помидорын алып пицца алып Халал слайстың владелецтары көріп отырсаңыздар. Короче, точкаларға бақылау керек ше. Иә, бақылау керек. Жақсы істейтін точкалар бар, жаман Ну, істейтін походу франшизадан заказ берген аудиолар бар ғой. Өйткені франшизада қатты не қылмайды екен. Қатты качество істемейді франшизаларда. точкалар бар, которых вы не проверяете, солар жаман істей береді осылайша. Жо, нереально. Жоқ, нормально. Просто не безвкусный вообще. Не много. Нормально. Без вкуса. Жоқ. Қазақстандық өнім ғой енді, достар, мен андай көп критиковать еткім келмейді. Ана болады, өздерінің сын қалады ғой. Ондай болғым келмейді. Базар жоқ, дамый беріңдер. Мен халал слайсқа постоянно барып тұрамын, алып тұрамын. Нұрлан екеуміз, бұрында бар ғой, мен Алматыда тұрған кезде Нұрлан екеуміз постоянно барамыз ғой халал слайсқа. Постоянно қалай мен шақырып аламын оны. Реклама түсіріп отыр едім, давай тамашып кетейік деп. Еще өзіміз де барып қоямыз, кетіп халал слайсқа барайық тамашып қайтайық деп. Кайф кездер, я білмеймін. Біз өзіміздің негізі өйтіп басқа мысалы додаларды мақтап қазақстандықына келген кезде критиковать етіп керек емес, бірақ по факту жаман ғой, енді не айтасың енді басқа. По факту онша емес. Короче, достар, бүйтіңдер, халал слайс бірінші коробкаларын жасаңдар сендер. Мұндай Бар олардың коробкалары, просто білмеймін, 30 сантиметрлік те жоқ ау деймін осы. Круглый пиццада. По идее, бар олардың коробкалары. коробка дейтін, мне кажется, так себе де. Бұл даже Просто танышмын. сіздер дейтін пиццерия емес, сендер ме, сендер пиццерия, сендер өздерің пиццаның коробкалары болу керек қой, мынандай. Нұрлан өзінің ішкі жан дүниесін айтып Қара, отыр. даже да ноунеймский компанияда өзінің коробкасы бар, қараңдар. Міне вот сағар Бір қарасаң, наша пицца это популярный сеть пиццерий в России дейсің ғой да, ноунейм деп қойсаң. бірақ өзінің несі бар, логотипімен кәм. Короче, достар, бұған мен білмеймін даже 3 балл беремін. Айыр жүрмін. Критика. Негізі халал слайс Ана пиццаның есі шығып тұр ғой шу. Сквидвард сияқты бүйтіп істеп алған. Короче, достар, бұл пицца отбывает. Короче, халал слайс на количество жұмыс істейді ғой, поняли? Жоқ, халал слайстан бөлек кусочектарын сатушы еді ғой. Ол жақсы. Прям коробкасы әдемі, кусоктар классный, мынандай. Маған барбекю пиццасы ұнайды, кстати, халал слайста барбекю пиццасы. Кайф, еще хот-дог кайф. Кайф деп ол кайф. Бірақ мынау что-то болмады, достар. Мен сенбей тұрмын халал слайс дегенде. Мен де сенбеймін. Жоқ, халал слайс. Мен де сенбей аттым сол халал слайс. Мен ойладым, может, перепутали деп. Сосын мен номер заказын қарадым. Там реально вот халал слайс екен. Давайте, достар, келесі пиццаны көрейік. Бұл пицца қызық пицца. Уже қараңдаршы, оформлениесін қараңдаршы. Тортик сияқты. Тортик сияқты, да? Короче, бұл пицца дейтін пицца итальяно. Пицца итальяно, я. Мен бұрыннан білем сол пиццерияны, бірақ өмір барып көрген жоқпын. Вот білмеймін не екен даже. Просто қызық болмады ма, или басқа аналогтар болды ма. Ну, қазір көреміз енді, достар. Давайте ашып көрейік. Көрейік, менде Оп. пицца итальяно көп көріп жүріп, далада бірақ оған бармаппын вообще. Міне, вот осы итальяно мен суреттерін көрдім ғой енді, заказ бергенде көрдім. Осы ұқсайды неге халал слайсқа. Вот сейчас. Вот қара. Сейчас вот. Даже коробкасы да ұқсайды ғой халал слайсқа. Ұқсайды да, вот. Енді вот мынандай болу керек. Вот достар, міне осындай болу керек қой халал слайс. Міне, вот кусочектері осындай болып бұрын олардың. Бұдан үлкен өтінді, бірақ, короче, достар, міне осындай пицца. Пицца итальяно. Как будто бір европейстер сияқты отырып жеге алды. Шампанский қайда? Ну тоже тонкий. Ну енді маргарита. Және шатасы. Я, ну маргарита. Тестасы. Жақсы маған ұнап отыр. Итальянец сияқты бүйтіп кеттім ғой. Бұлақаға қойден сияқты. Жоқ, мынау. Хуйда сияқты ғой деймін. Обычный заттар ұнайды. Білмеймін неге андай дофига специялар, там бірдеңелер. Может, любитель простого чего-то. Ұнайды маған пицца жақсы. Пицца итальяно, достар, мен
баратын бар мен пицца итальяноға. Нормально екен пиццалары. Мынаны любой мысалы жиында бірдеңкеде осыны не проиграешь мынандай да алсам болады. Көбі өйткені классический. Короче, достар, пицца итальяно нормально, бағасы тоже как обычный пицца сияқты, 3,5 ба сондай. И нормально, достар. Мен бұған білмеймін, бір жақсы бұған жеті қоймайтын шығар менде уже, да? Бұл енді обычный слишком, простенький, но вкусный, нормально. 5 па? 6,5 қоям бұған. 6,5. 6 қоям. 6 сен? Мен де 6 қоямын. 6. Нормально, достар. Пойдет, короче. Итальяно деген ма? Шыны керек, оформление үшін кішкене бір бонус қосар едім тоже. Сол үшін 6,5 бір жағынан, типа нағарандар тоже ерекшеленді де кішкене бір конкуренттерден. Байқадың ба, бір странный, қанша пицца келді, біреуіне де не салфетка келмеді ма? Салфетка салыңдар. Ема, базар жоқ. Бүгін неше реклама болып кетті ғой әңгімедей. Короче, достар, на пицца қызық болып тұр да бізге. Давай оны соңында көрейік. Давай, бізде 2 пицца қалды, достар. Жақсы болды, біздер қатты ондай қиналып отқан жоқпыз, жақсы болды, сіздер де уже тамаша болған шығарсыздар да. Так, короче, бізде пицца хат бар. Бұнда жеп көрген жоқпын. И наша пицца дейді, білмеймін не екенін, әйтеуір просто. Мынау пицца жақсы өткені қараңдар неге? Ана жерде қызыл нәрсе тұр да, қызыл наклейка. Это контроль качества дейтін білдіреді, по идее сол. Сондай пицца. Контроль качествоны білдіреді. Именно качествоға жұмыс жасайтын адамдар осы наклейканы алады да бүйтіп жабыстырып қояды. Ол качество даже Додода болған, не көптеген заттарда болған. Бархан бургерде болған. Короче, осы наклейка болса, это стопудово кайф пицца. Сирия бар екен, тоже орыстардікі ма? Из Италии дейді ме? Из Италии, короче. Әлі, қызыл не тұр. Наклейка. Пицца хаттың кішкене несі бар ма? Атағы бар дегендей. Давай. Кстати, мынау ең соңғы келді. Я, достар, пицца хатты ең соңғы келді. Наклейкасын ашып отыр ғой, Нұрлан. Не значит, что типа... Сол контроль качествоны білдіреді. Соңғы заказали просто. Иіс мұрнына. Айтып отырма әлі. Соңында ашу керек еді мынаны. Мәсі. Ё-майо, ана искусственный интеллект жасап берген фото сияқты как будто пицца деп жазасың ғой. Нарисуй мне пиццу, искусственный интеллект андай пицца жасап береді. Ох, Пышный да такой? Мынаны түрі дейтін. Чё за монстр, ну? Тестосын қарандаршы. Пышный екен, ебай шегіп кетті ғой. Жаңағыны школьный пиццаны айтып отыр едік. Ну, типа соған ұқсас. тоже сол есіне түсті ма? Короче, на пиццами алып Бля, кайф жегіп кетті ғой. Ну, нанда жасаған ғой, ну. А, типа лепешка, да? Қара лепешка, реально қара. А, жо, отдельно істеді оны. Не, маған внешний вид ұнап тұр прям. Что-то какой-то Да, кайф выделяется прям пипец. Дәмі де офигенный. Қара, Додо пиццада, Додо пицца деген фирменный пиццалар бар. Тура осындай да. Өзінің пицца хаттың классическийсі ма? Ингредиенттер осындай да. Но дәмдірек, брат. Мына пиццаны аты, достар, Супер Суприм. Супер Суприм М. То есть, типа, мында... Вкусный. А, мен көрейін ал, достар. Такой соленый, Давай, прикольный. Не, тестосы так себе. Хотя он... Ой, бля. Айтып отырмын ғой, Нұрлан, блядь, наводишь тебя. Пышный такой, прикольный, но, по сути, нам пусть, блядь, несі. А? Не, это, достар, что-то не то. Бірақ, внешний вид нормальный, әдемі анам. Перчик па, болгарский, ну, не говори. Не, перец, ну, бәрін қосқан үстіне, короче, не бар. Вот это вот, хорошо, лук пен болгарский, кішкене не сочетается, е? Вообще что-то тут слишком перенапрягать. Ну, базар жоқ, әдемі көрінеді, но жеген кезде уже. А, ебать. Жоқ, жаңа жедім, классно сочетается. Қойшы? Қателестім, я. Ну, енді, по-любому это все, наверное, 1000 раз проверяли, да? Мы прежде чем выпустим. Жоқ, дәмді, реально. Я по-любому тексереді ғой Мен ондай. кеттім қазір, тойып тұрмын. Бірақ сонда да нан жеп жатырмын да. Мен қанша обзор істедім бар ғой, достар. Всегда обзорын соңында түсіріп боласың, масайып қалған сияқты боласың. Бүйтіп қаласың. Көп жегенде. Жоқ, бұған мен, достар, 5 балл берем. Пицца хат. Маған, вот, мағаны, типа, коробкасы нормальный, логотиптар бар, внешний вид нормальный, то есть, типа, приятно көрінеді. Пицца. Внешний вид всегда был. Мне кажется, любой тамақтың внешний виді әдемі болу керек, да? Дұрыс, сондай болу керек. Дұрыс. Любой тамақ сондай болу керек. Ол жағынан базар жоқ, күш жасаған маған ұнап тұр. Но тоже, мен айттым ғой, мен любитель простого, короче. Андай Минимализм, да, короче. дофига нәрсе болса, прям мен, либо мен организм уже мындай үйренбеген да, ондай көп нәрсені обрабатывать Жоқ, сен просто тойдың, Нұрлан. Сен тойғансың, сен құтырдың сен. ете алмайды тұрсың. 5 балл берем, достар. Но каждый адамның өзінің ойы бар. Әділге мысалы ұнатты. Я, мен 6 берем, өйткені маған сосиска, лук и мына нелер прям сочетается. Басында түсінбедім, соңына қарай уже прям дәмді екен сезін.
6 берем. Бақа 8. Тестісі ғана құрып тұрып болды. Баха достар 8 балл берді. Баха 8 балл берді. Мне кажется, достар, мен қазір өзімше болып отырмын ғой, бірақ вот как қарын ашып тұрсам, опыртып тастайсың ғой. бәсе сөйтесің ғой. Даже ана халаслайсын жеп қоясың ғой. Қарсы артымыз бардак болып отыр пиццалармен. Соңғы пицца, достар. Ноунеймский последний пицца. Наша пицца 2 талат. Из Италии с любовью. Из Италии наша пицца с любовью. Да, мен ашай бермейін, давай. Әділ, ашасыз. Шашақ қопсың ғой, Баха. Тамашып уже не істеп қалдым да. Ұйқың келіп отыр ма? Мен де шаршап отырмын. Мен, достар, бір күн ұйықтамадым дедім ғой. Ну ладно, өтір айттым. 2 сағаттай жаттым, 2 сағат ұйықтадым тек. Кеше просто түнімен ұйықтаған жоқпын. Мен Нұрланға чисто хавать етуге келдім. Пожрать. Иә. Поспать point тұр ғой қазір бізде. Еба, кайф. О, индейка. Әдемі. Индейка. Қайдан біле қоя салдың оны? Міне индейканың кусочектары ғой. Тауық қой? Жоқ, тауық емес қой индейка. Спорить етейік па? Қазір мен оқимын, достар. Спорт етейік па? Пицца екен. Қалай біле қоя салдың деймін. Индейка, грибы. Курица с грибами. Спорим. Бә, Баханың ешан шығып тұр ғой жерде. Курица с грибами. Достар, грибы маған ұнайды. Осуждаймын. Сразу понял. Саңырау құлақтар маған ұнайды. Деп па, қазақ айтқан білтірлік. Саңырау құлақтар тема негізі, достар. Сен вот қалай ойлайсың? Нормально ма? Кайф саңырау құлақ, еба. Негізі саңырау құлақ заменяет мясо, знаете. Мясо жоқ болса саңырау құлақ жесең, это белок бар ішінде. Кайф. Көбісін Альтернатива ғой мясоның саңырау құлақ дейтін. Отдельно анандай. Отдельно өзің дайындайсың ғой грибыларды. Сол прикольно, а былай кейбір жерлерде пиццаларда средний. Маған додо пиццада бұрын ұнайтын. Ана с грибами, там, с ветчиной деген. Бірақ ветчина енді болмайтын шығар да. Ветчина дейтін шошқа емес пе, да? Жоқ, ветчинаның говяжий түрі болады еще. Ветчина шошқамен болады и говяжий болады. Вот Қазақстандағысы именно говяжий болады. Өйткені менің інім жасаған сояқта. Додода и вообще тым шошқа жоқ ояқта. Халал ма халал емес пе білмеймін, но шошқа жоқ ішінде. Тек говяжий. Ну, қазір халяльный ветчина дегендер бар ғой. Негізі сол Солай. тема, по идее, қанша жерден. Ну, мен алып жүрдім, сосын потом маған тіпті бір, ну, ветчина шошқаның ет емес пе деген, содан кейін болды, жейгім келмей кетті ғой. Вандай уже, оған дейін просто ойланбай ала бергенмін ғой. Ойланбай алып жей бергем, потом маған кетті. Ветчина шошқа ет, болды все уже. Қоя салдым, содан кейін уже там басқасын жеп кеттім. Ну, есі прикольный. Давай, достар, соңғы пицца. Но мен мұсылман болсам да, андай, білмеймін. Желание бар да, что-то андай. Жоқ, мен істемеймін ондайды. Но иногда бывает желание, что мен ветчина жегім келеді, бекон жегім келеді. Просто попробовать еткім келеді дәмін. Кезінде бұрында сухарик жеп жүргенбіз ғой, кішкентай кезімізде. Яғни бекон деп тұр, с беконом, с приправа, да? Приправа с беконмен деп тұр, с ветчиной деп тұр. И дәм андай кайф болды да. Но енді өскенде білдік қой, енді мұсылман болған соң, енді ветчина шошқаның еті болмайды екен ол. Бірақ білмеймін, жегім келіп тұр, андай бекон ба білмеймін. Сондай бір не бар, ішкі желание бар. Ну, болмайды екен білеміз. Запрещено. Тонкий ғой, ну. Харам. Ну, не вообще. Жоқ, достар, пицца тонкий болмау керек деп ойлаймын мен. Чуть-чуть болсын, хотя мынандай бір слой болу керек. Менің ойымша оригинал итальянский пиццалар жіңішке болу керек қой. Прям анандай қамыр тонкий бүйтіп айналдырып жатады ғой. Жоқ, бірақ онда тоймайсың ғой деген сияқты әңгіме дейсің де. Давайте көрейік ал. Нан мен жеп онда деп па. Жоқ қой да. Жайна көрдіңіз, теста жоқ. Сезіле ма теста? А? Чисто сыр сияқты, Иә. мына пиццаның соңғы кусогы достар ауыр кетіп жатыр. Әділ төтке баруға асығып жатыр, қарандай шийтіп тұр уже. Жо, нормально, достар. Пицца, ну, на пиццу ұнайды ма? Ну, нормально, типа, вкусный, да. Ебать, вы что, в раю? Свет резко яркий укутной. На пиццу ұнайды ма? Ну, нормально, Прям типа, вкусный. яркий укутной экран. Соуса, жестко вкусный отал. Просто такая уже суп қалған, істеп қалған. Ну, мен бұл пиццаға тоже 5 балл берем, нормально, можно, добротно. Сен жаңа алдында айттың ғой, простой ұнайды дейсің. Мына жерде кішкене простой сочетание бар, иә? Мұнда бәрі простенький, я. Мен 6 берем. 6 ма? Мен бір түсінгенім бұл видеода әділ дейтін өлмейді екен әйтеуір любой тамақ жей береді сияқты. Мен андай кішкене не істеймін, сондай бір организм қабылдамайды кейбір нәрселерді. Я тоже хотел бы солай, сен сияқты әртүрлі нәрселерді жеп,
типа мысалы там вино ішіп келетін адамдар болады да, мысалы мен соны тоже түсінбеймін, вино ішсем вино ұнамайды, или там мысалы пиво ішсем пиво ұнамайды, или тағы басқа бірдеңе да, сондай вообще типа түсіне алмадым сол не үшін солай екен. Ладно, достар, сендер ішпеңдер енді. Короче, Вино не в тему очердім, бля. Келесі видеода Нұрлан қаламды дәм сезгіштерде вино ішеміз деп қойса. достар, Иншалла вино ішеміз деп отсаңды. Раз, раз. Раз, два, три, раз, два, три. Маған біреу соқып қалды, айтпеңдер достар. Маған біреу соғып отыр просто. Жазылып отыр ма екен дауысым? Жазылып отқан шығар. вино дейтін нәрсе өте нормальный нәрсе, ол андай не емес, ол жаман нәрсе емес, былай отырып спокойно ішетін нәрсе ғой былай. Жоқ, Нұрлан, сен өйтіп шайдыртпасе ол. Вино это алкоголь. Жоқ, не айтам, осуждаю. Осуждаю. Ладно. Білмеймін, вино андай бір эстетский бір нәрсе көреді. Астағфираллах, бауырым. По-казахски қымыз ішеген. Конечно, достар. Давай. Азлайфта қымыз ішейік. Go. Мен қымыз особо тоже натам дейсің. Әділ, мен де шақыр қымызға. Уже принял, ма, короче. Ал Мен де достар, шақырыңдар. осымен бітті видеомыз, сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын. Егер достар тағы да қаласаңдар, Бақытжан, Әділмен видеоны, онда лайк басыңдар, арна жазылыңдар, үшеуміз де ардамызға жазылыңдар. Келесі видео айтпақшы достар, Әділдің каналында олар Puzzle Life'та біз дейтін не істейміз? Бір қызық интриговать етіп қой, давай. Мен заказ беріп қойдым, рыболовный магнитке заказ бердім, үлкен магнит, алмат, ойбай, тойып кеттім. Болды, проебал дейсің. Алматтың өзендеріне барып, біз магнитті тастаймыз өзендерге. Өзен түбінен тапқан заттарды менің каналымда көретін боласыздар. Үшеуміз барамыз. Өзендерге Мен де алып кеттіңдер деп. боламыз. Қу отыр дейсің. Короче, достар, мы три мужика, нам нечего делать. Короче, Алдымен шошқан басын көрдік. Пицца, келесі жолы өзен түбін ақтарамыз. короче, достар, біз любой зат жасауға дайынбыз. Сіздер просто лайк басып қолдап отырыңыздар. Марсқа барамыз керек болса. Болды. Короче, все, лайк басыңдар, да. Все, болды, бітір. Пазлға жазылдық. Пазлға жазыл, Нұрлан қаламға жазыл, Бақытжанға жазыл. Ма. Енді кемеспін. Все, көт тырсағын. Достым, видеоны көріп болсан, Уже реклама мәлді. Все онда. Достар, білем, реклама алыпсайшы, нап тұр. Все, достар, осымен мен реакция жасап болдым. Өйстіп, ютуберлерге реакция жасамасам болмайды. Қызық маған өзіме де. Менде пицца жеңіп кетті. Сол, реакциямды көрдіңдер. Болды, деде мені, пока-пока, чао, сіздермен бірге болған мен, Нұрболат, пока-пока, чао.